Арма қазағым, осыдан бірнеше күн бұрын неге Қазақстанда түркі филология факультеті жоқ деген сұрақ қойған едім. Ол сұраққа түрткі болған менің кезінде енді біраз жылдан бері мені мазалап келатқан біздің қазақ басшыларымыз, бүкіл түркі әлемдерді басқарған патшалар, басшылар қандай әдебиет оқыды деген. Себебі енді мен әдебиет танушы болғандықтан басқа енді көбіне батыстың патшалары нелері қандай кітаптарды оқығанын мен жақсы білемін. Кейбір ақпараттар қалған, енді парсылардың патшалары туралы өкінішке орай біздің түркі бабаларымыздан ешқандай ақпарат қалмаған. Бірақ менің ойымша сізді де мазалайтын шығар деп ойлаймын. Шыңғысхан, Атсила, Есім хан, Тәуке хан, Өзбекстанның хандары, жаңағы Әзербайжандағы хандар қандай кітап оқыды, қандай дастандарды жатқа білді деген сұрақ сізді де мазалайтын шығар деп үміттенемін. Енді мен айта кеткім келеді осы әйгілі патшалар кезінде қандай кітаптарды оқығанын, және бізде бәріміз осы кітаптарды оқуымыз керек. Кеттік енді. Ұлы Ескендір Илиаданы Гомердің кітабын оқыған, тіптен копиясының өзінің көпшігінің астында ұстап жүрген. Ұлы Шарль Францияның атасы 8-9 ғасыр латын әдебиетін сүйсініп оқыған болады. Аббасидтер парсы әлемді, араб елдерді басқарған. Олар Платон, Аристотель, Галенді оқыған. Ал халиф Аль-Мунин деген кісі тіптен аударма орталығын ашып, бүкіл әлем бетінде шығып жатқан әдебиеттерді өз тіліне аударуға бұйрық берген. Сонымен Осман империядағы Сүлеймен 16 ғасырда ол парсы әдебиеті сүйсініп оқыған болады. Хафиз, Саафи тіптен өзі Мұхиби деген лақап атпен бірдеңе жазуға тырысқан болады. Тұңғыш Елизавета Англияның патшасы 16 ғасырда латын, грек, итальян тілінде еркін оқыған болады. Цицерон, Сенека, Тацитті сүйсініп оқыған. Людовик Францияның патшасы ежелгі грек және рум әдебиетін жатқа білген болады. Ұлы Фридрих Пруссия, яғни Германияның басшысы Уолтер Монтескье, Макиавелли, Цицеронды жақсы оқыған. Наполеон Бонапарт деген кісі енді ол Плутархты өте жақсы көрген болады. Сонымен қоса Цицерон, Тацит, Уолтер, Руссо, Карьелді жақсы таныған. Черчилль енді ол Гиббон, Плутарх, Макиавеллиді үнемі оқып келген кісі болады. Осылай қазағым, кітап оқиық, аман болыңыздар.